Сәлем құрметтім, бүгін мен хит салаттардың бірі Цезарь салатының рецебімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Алдымен менің каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Алдымен бізге пекинский капуста керек болады. Керек емес жерлерін алып тастайсыз, тазалап жуып аласыз. Қажетіңізге қанша капуста керек, соның жұмсақ жерлерін ғана алатын боламыз. Мен 4-5 үштігін ғана алдым. Қатты майдалап турамаймыз, орташа етіп турайтын боламыз. Келесіде бізге қияр керек болады. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Оны да сопақша етіп, үлкендеу етіп кесуге болады. Егер де басқа форма ұнаса, басқа етіп турай беруге болады, қалауыңызға байланысты. Келесіде піскен ет керек болады. Бұны да үлкен етіп турай беруге болады. Егер де піскен ет қолданбасаңыз, орнына тауық етін, тауықтың төс етін қолдануға болады. Келесіде піскен 2 жұмыртқа керек болады. Оны да үлкен етіп 4-ке бөле салдым. Келесіде керешке қосатын боламыз. Кез келген керешке жарай береді. Келесіде 1 кесе жүгері қостым. Майонезде 4-5 ас қасық кететін болады. Дәміне қарай бұрыш. Оны да көресіздер. Тұзды соңынан байқайсыздар. Егер де аз болған жағдайда тұз, бұрыш қайтадан салып барлық қоспамызды жақсылап араластырамыз. Қатты езіп жібермеңіздер, себебі капустамыз қытырлақ болып тұру керек. Достар, менің каналымда көптеген жасалу жолы өте оңай салаттар бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Бағалап менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Достар, міне осымен салатымыз дайын. Дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, жасап көріңіз. Мен сізді каналымда күтемін. Каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.